түбір мен қосымшаны ажыратуды үйренесің. Қайталайық. Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз дейді. Мысалы, тау, теңіз, су, үлкен, жуан. Түбір сөзге жалғанған бөлікті қосымша деп атайды. Олар балалар мағынаны білдірмейді. Яғни дық, тік, шы, лар, дер, дай, дей деген сияқты қосымшалар жатады. Түбірдің белгісі. Мысалы, күйші, түбірі күй. Белгісін осылай қарындашпен сызамыз. Бірнеше сөздерді сөз құрамына талдайық. Сөз құрамына талдау дегеніміз сөздің түбірі мен қосымшасын ажырату. Мысалы, шаңғышы. Шаңғышы. Келесі сөз. Апталық. Және палуандар. Бірінші сөзді қарастырайық. Шаңғышы. Түбірі шаңғы. Қосымшасы шы. Екінші сөз апталық. Түбірі апта. Лық оның қосымшасы. Үшінші соңғы сөз палуандар. Түбірі палуан. Қосымшасы дар. Яғни біз балалар сөздің түбірі мен қосымшасын таптық. Яғни сөз құрамына талдау жасадық. Оқып көр, өзің тауып көр. Дұрыс. Баскетбол. Екінші қатарды табайық. Дұрыс тапсаң, ол сөз бассейн. Үшінші қатарда қандай сөз жасырулы екен? Дұрыс, боксшы. Және соңғы қатарда жүзгіш. Өлеңді оқып, шешуін табайық. Екі жағым Н болса, қасиетті тамағыңмын. Ал екі жағым А болса, ең қадірлі адамыңмын. Қалай деп ойлайсыңдар, ол қандай сөз? Бірінші сөз тауып көрейік. Екі жағым Н болса, яғни Н және Н. Екі жағы Н болса, тағам, ол яғни нан. Ал екі жағым А болса, керісінше, екі жағы А әрпінен басталса, ең қадірлі адам ол бізде кім екен? Дұрыс, ана. Дәптермен жұмыс. Дәптерімізге бүгінгі күнді жазамыз. 57-ші жаттығу 25-ші бет. Сөйлемдерді қатесіз көшіріп жаз. Түбір сөздерді тап. 60-ші жаттығу 26-ші бет. Өлеңнің қатесін тауып, көшіріп жаз. Жазған өлеңіңді мәнерлеп оқы.